сабақ түсіндіріп жатырсам, бір бала сабағымды тыңдамай TikTok қарап отырады дейді. Сабағымда оқымайтын бала жоқ менде. Ал балалар осындай да түсіндіріп береді. Қандай нақыр? Мына біреу нақыр дейді. Секабайнес деген көп бездер. Сол күн бір видеосын түсіремін деп бүйтіп отырып 750 мыңға iPhone 15 Pro Max'та кредит алдым. Декабрь айының 28-інде министерстводан хат келеді маған. Мен шошып кетемін ғой, не болып жатыр мына жақта депші. Енді осы ақшаның көптігі мұғалімнің адалдығын бұзып жібермей ме? Қызыл дипломмен келсе, модератор беріледі, модератор санаты. Ешқандай тестсіз, ешқандай несіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін бізде мұғалім компаниясының алғашқы подкасты, және де Бексұлтан мырза үшін де алғашқы подкаст. Қонағымыз сонау Шу ауданынан келіп отқан қонағымыз Бексұлтан мырза, және де өзіміздің директорымыз Нариман мырза. Енді мырзалар, толығырақ өздеріңіз туралы айтып өтсеңіздер, одан кейін жеке-жеке қоятын сұрақтарымыз бар деген сияқты. Бексұлтан мырза, өзіңізден бастасақ, иә? Мен жалпы Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би ауылында Ермұхан Бекмағар мектеп гимназиясына тарих пәні мұғалімі жұмыс жасаймын. Қазіргі уақытта еңбек өтілім 4 жыл. Енді бізде мен жалпы Төле би ауылында жұмыс істеймін, бірақ Мойынқұм ауылынан келемін. Мойынқұм ауылында өзім тұрамын да, сол жақта туып өскен жерім сол жер. Сонда ауылдан ауылға қатынап жұмыс жасайсыз ба? Иә, ауылдан ауылға қатынап жасаймын. Арасы қанша жер? Бір 20 километр деп болып қалады. 20 километр күнде барасыз. Енді ауылда пробка жоқ қой? Ой, ауылда кия, ондай кептеліс жоқ. Енді бір үйден шығып бір магазинге барып нан алып келген сияқты ас ішеді да, бізде уже үйреніп қоямыз да, уже андай қиындық емес да. Енді асымызды алғаш көлік болғаннан кейін ондай қиындық туғызып жатқан жоқ. Көлік болмаса, может, қиналатын едіміз. Күшті, керемет. Менің есімім Нариман. Осы қазір мұғалім онлайн компаниясының директорымын. Жалпы бұл мұғалімдік нарығында жүргеніме бас аяғы 6-7 жыл болып қалды менің де. Ең алғаш 140 компаниясында мұғалім болып бастаған карьерамды математика пәнінің. Кейіннен сол 140-тың директоры болдым. И потом қазір осы мұғалім онлайн жобасына ауысып, аттестация бағытында уже мұғалімдерді оқытып деген секілді. Осы жақта командамызбен бірге жұмыс жасап жатырған жағдайымыз бар. Вот бізге де мынау жаңа бастама, так что сәттілік. Таныстырып кетейін сізді. Бізде, сіз таныстырмай бастап кеттіңіз ғой. Мұхаммед, бұл кісі бізде коммерческий директор жұмысын атқарады. Яғни маркетинг, сату бөлімі, жалпы осы компанияға клиентті тарту бағыты бойынша жұмыс жасайтын біздің маман. Және де осы кісінің идеясымен енді біз подкастты бастадық. Осы таныстыруға байланысты. Біз бұған дейін енді басқа бір жерде подкаст жасадық қой, басқа алаңда. Вообще өзім таныстырмағам ғой. Мүлдем прикиньте, қанша қарап шығамын, депші. Таныстыру қажет емес шығар деп ойладық. Рахмет көп, алла разы болсын. Күш сезмеген ондай. Енді бүгінгі подкастымыздың енді негізгі тақырыптарын оралатын болсақ, Бекси мырза, сіз ауылдағы мұғалімсіз. Одан кейін блогерсіз. Танымалдығыңыз бар деген сияқты. Енді қателеспесем, Жамбыл облысындағы блогер мұғалім жалғыз өзіңізсіз. Солай ғой? Енді бір стереотип бар. Негізі жалпы біздің қоғамда қалыптасқан, мүмкін бұзылып та жатқан шығар бұл нәрсе. Бірақ осыған байланысты сіздердің ойларыңыз маңызды болып тұр. Сұрағым келіп тұр. Мұғалім ақша қумайды. Осы бір нәрсе бар. И бұны толығырақ ашатын болсақ, кедей мұғалім сапалы сабақ бере ма? Кедей деген кезінде айлығы төмен деп айтайықшы, кедей емес. И бай мұғалімдерге көзқарас, айлығы төмен мұғалімдерге көзқарас деген сияқты. Жалпы сіздің көзқарасыңыз осы тұста. Енді өзіңізде айлық бар, одан кейін блогерлігіңіз бар, басқасы бар деген сияқты. Сізді шақырады, құрметтейді деген сияқты. Неге басқа да мұғалімдер сондай болмасқа? Неге тартынады олар? Енді бұл жақта жалпы кедей мұғалім, бай мұғалім дегенде жалпы мұғалім мамандығын таңдаған өзінде, ол мұғалім, мен ойлаймын, ол ақшаға қызықпай, керісінше баланың білім берем, баланың біліміне, жүрегіне жол табам деп таңдайды деп осы мамандықты ше. Одан кейін мұғалім болу үшін бай болу, кедей болу деген ол міндет мақсат емес. Ол баланың жүрегін, махаббатын жаулайым десе, ол ақшасыз-ақ, былай егер өз мамандығын сүйіп жақсы көріп жұмыс істесе, баламен қарым-қатынас орнатып, ол ақшада, ол кедейлік неде, ол ешқандай да кедергі болмайды. Енді мен айтарым, мысалы, енді екеуінің бір айырмашылығы бар.
енді бай мұғалім деп айтпай ақ қояйын, ақшасы бар мұғалім мысалға бізде қазір жаңартылған білім мазмұны ғой, бізде сабақ өткен кезде әртүрлі әдіс тәсілдер қолданамыз. Жаңағы топтық жұмыс бар, жұптық жұмыс, жеке жұмыс. Сол уақыттарда бізде мысалы қазіргі нарық бағасын есептегенде біз әрқайсысы көрнекілікке біраз ақша кетеді. Егер көрнекілікті әдемі сондай сапалы қылып шығарамын десеңіз, біраз ақша кетеді. Бір ашық сабақтың өзіне кемі дегенде 10-15 мың кетеді. Бір ашық сабаққа. Өзіңіз ойлайсыз, қаншама ашық сабақ өтесіз, және сіздің күнделікте сіз күніге дегенде 5-6 сабағыңыз бар. Енді оның барлығын егер сіз ақшаңыз мысалы жетіп тұрса, әрине ол жақсы. Ол балаларды қызықтыруға деген ол бір үлкен бір септігін тигізеді. Оның қаншама көрнекіліктер жасайсың, басқасы бар. Ал енді ақшаң жетпей тұрса, ол бір сабаққа жасайсың, бірақ басқа сабақтардың барлығында енді тегі жоқ жасамай кету емес, жасайсың, бірақ сапасы төменде жасайсың да, шыны керек. Мысалға, сапасы төменде қалай? Сапасы жақсы деген глянцевый параққа сіз цветной қылып шығарасыз да? Цветной қылып. Ол енді кішкене өзіңіз ойлайсыз, мысалға, черно-белый мен цветной екеуісін қайсысын таңдайды бала? Глянцевый, цветной таңдайды. Черно-белый аса таңдай бермейді. Сол сияқты черно-белыйды кішкене сәл арзанырақ кәдімгі простой принтермен шығара саласың да, ал ананы как положено глянцевый парақты аласың, оны шығарасың жаңағы цветной принтермен, ол кішкене бағасы жоғарырақ болады. Егер ол өзінде болмаса. Ал принтер барлығында бола бермейді дейсіз ғой. Енді ол цветный принтерде ол қазірде бағасы қымбаттап кетті ғой, шыны керек. Бірақ енді әрбір мұғалімге мен ойлаймын, ол мұғалім болды ма, оған міндетті түрде бір ноутбук, бір цветной принтер, глянцевый и простой парақ обязательно болу керек деп ойлаймын. И аптасына бір 2-3-4-5 может пачка парақ кетеді. Бызып тызыбысын айтпай қойын. Бызып тызып ол вообще бөлек. Бызып тызыда біз былай үйлеміз ғой. Көміліп шығамыз ғой арасы. Жүземіз ғой парақтардың арасында. Шынымен де солай. Біз хотя жақсы ол мен айтпай қойын, математика, қазақ пән мұғалімдер вообще ол кісі жаныма шығып кетеді. Ол кісілер кәдімгідей отырып тексереді ғой. Біз де тексереміз, бірақ бізде андай тарих ауызша болғаннан кейін біз нақты жауабын қараймыз. Бала толық жауап берді ме, қысқа жауап берді ме? Математиктерде олай емес. Математиктер каждый оның әрпімен каждый цифрына қарайды. Ол бөлек та. Мен айтайын деген жақсы мұғалім болу үшін ақшаның ол былай несі жоқ, маңызы жоқ. Ақша жоқ болса да ештен кетпейді, бірақ бар болса жақсырақ деген. Бар болса жақсырақ, иә. Ал ақша жоқ болса ол баланың махаббатына бөлену үшін ол ешқандай кедергі бола алмайды, егер өз мамандығын жақсы көрсе. Нареке, сіз математика мұғалімі ретінде сіз не айтасыз? Сіз математика мұғалімсіз? Ауыр тиіп кетті ғой. Жалпы бұған байланысты, жалпы енді ақша тұрғысынан келген кезде кез келген салада ол мейлі мұғалім болсын, ол мейлі шахтер болсын, ол мейлі кәсіпкер болсын, разница жоқ. Жалпы мынау адамның финансовый состояниесі бар ғой? Негізі ол өз жұмысын қаншалықты жақсы көретіннің өлшемі ол. Мысалы, машинаны оталдырып, қаншалықты қаттырақ газ берген сайын соншалықты көп түтін шығады ғой. Тура сол секілді адам кез келген жұмысқа кіріскен кезде сол жұмысты қаншалықты көбірек жақсы көрсе, ол соншалықты ол жақтан да жақсырақ табады. Ол факт. Мысалы, қараңыз, есіктің неде бар ғой? Есікті сыпырушы миллионер бар, есіктің алды сыпырып, миллиондап ақша табатын адамдар бар. Ол нәрсе бар. Мысалы, қарапайым бізде қазір мына жерде съемка жүріп жатыр, жай түсіретін видеограф бар, просто ақша үшін келіп түсіріп кететін, немесе видеоны жақсы көріп, керемет монтаж жасап, сөйтіп берілетін адам бар. Оның да еңбегі бағаланады деген секілді ғой. Енді қазіргі мұғалім біздің айналысып жатырған санатқа байланысты. Бір мұғалім жұмысқа тұрып алады да, просто жүре береді жұмыста. Оған санатын көтеру, былай бір жетістіктерге жету, анау мынау деген сияқты бір қатты қызық емес оған. Ал кейбір мұғалім бар, соны беріледі, санатын көтереді, бағанағыдай. Сәйкесінше мектеп қабырғасында да кім жақсы сабақ береді, соған да жақсы сағат бөлінеді ғой. Иә. Ондай нәрселердің барлығы бар. Егер мұғалім өз жұмысын прям жақсы көретін болса, оның сәйкесінше айлығы да өседі деген сияқты. Бағана сіз күшті нәрсе айтып кеттіңіз, баланың жүрегіне жол табу деп. Енді сіз блогерлікті не үшін бастағаныңызды білмеймін, бірақ енді кез келген адамның, мұғалімнің бір нәрсені бастауының түпкі тамырында баланың жүрегіне деген жол табу жатады деп ойлаймын. Мысалы, бізге бұрын кім сұхбат берген? Ұлан деген химик жігіт бар ғой, тиктокер. Миллион подписчигі бар. Сол кісі былай айтады: мен дейді, тикток жүргізу кезінде танымал болу деген идея болмаған дейді. Менің тикток жүргізуіме әсер еткен, мен сабақ түсіндіріп жатырсам, бір бала сабағымды тыңдамай тикток қарап отырады дейді. Сосын мен ана баланы қалай тыңдатам деп ойланған кезінде, оның жауабы тикток арқылы химияны жеткізу болды дейді. И мен сөйттім де тиктокты жүргізе бердім дейді.
1 миллион подписчикке жеткен кезде мен қуанған жоқпын дейді. Ең қатты қуанған кезім баяғы анау менің сабағымда отырып мені тыңдамай, тикток қарап отырған бала маған подписаться етті дейді. Сол кезде мен қуанғам дейді да. Вот тура сол секілді бүкіл нәрсенің арасында анау баланың жүрегіне жол табу деген функциямен ол ойланып жүрді, бірақ тікелей жаңағыдай соның шешімінен барып ол қазір миллионер мұғаліммен алып кетті деген сияқты ғой. Сіздің кейсіңізде де тура солай. Мысалы, мұғалім, жалпы қазір айтып кетсеңіз болады, не үшін блог бастағаныңызды? Менің ойымша, мен де сізді сыртыңыздан қарап солай ойлаймын. Енді бұл жақта жалпы менде не қыламын оны өтірік айтып. Менде мысалға сабағымды оқымайтын бала жоқ менде. Мен сабақ өткен кезде ауыздарына сілке ақ бәрі қарап отырады. Мен ондай, мен мысалға бір нәрсені бүйтіп айтпаймын. Бір мысалға Орбұлақ шайқасын айтайық. Орбұлақ шайқасы 1943 жыл. Мен айтпаймын. Орбұлақ шайқасы 1943 жыл болды. Мына жақтан жоңғар келді, мына жақтан қазақтар екеуі қырылысты шайқасты деп. Жоқ. Мен айтамын, ал балалар 1643 жылы анау ту сырттан 50.000 әскермен жоңғарлар келді. Сол уақытта біздің азғантай қазақтар 600 әскер оларға қарсы шықты. Өздерін есептеп қараңдаршы, 50.000 әскер мен 600 әскер. Сонда әрбір жауынгерге қанша әскерден қарсы келіп тұр деп. Соны оларды ойландырамын да, былай бір шетте математикамен байланыстырамын, басқасы бар. Енді ойландыршы деймін, олар соны қалай болды деп ойлаймын, ойлайсыңдар деймін. Олар айтады, конечно, жоңғар ұлтады деймін. По фактуға дейді да, жоңғар ұлтады 50.000-ға дейді. Мен айтамын, олар 50.000 жарайды, бірақ сендер қандай тактика қолданды, қалай соғысты, сол қызық емес па сендерге? Керісінше мен сендерге айтайын, жауабында біздің қазақтар ұтты 600 әскермен. Ол қалай деп таңғалуға, аяқта уже кетеді, аяқта кері байланыс кетеді, бұлай кетеді. Аяқта бұлай қайнайды ғой біздің сабағымызша. Мен тура сол сияқты мен әрбір тақырыпты осылай өтемін. Мен сабақты түсіндіруім, балаға бүйтіп қызықтыру, тикток, инстаграмға шектелмеген. Өте күшті Орбұлақ шайқасы туралы айтып жатыр ғой. Мен мектептегі мұғалімнің Орбұлақ шайқасын тура осылай түсіндіріп берген. Адам басына қателеспесем 800-ден ба, 820-дан ба келеді бір әскерге ше. Ойлап қараңыз примерно, сол жейсің ғой. И андай қылып тұрып, Орбұлақ шайқасы ол Ордың бұлағы деген жерде болған деп тұр. Әлі есімде, мен 7-ші класста ма айтылған әңгіме, ол 7-ші класста қанша жыл өтіп кетті ше. Бірақ айтып жатқан кезде әлі есімде екеніне мен қызығып жатырмын да. Негізі күшті солай түсіндірген. Тарихқа байланысты менде бір нәрсе қоса айтайыншы. Достықта оқыдық, ағайымыз болды. Мәурен ақыры деген бар ғой. Қалай еді, екі өзеннің ортасы ма еді, мен нақты есімде жоқ, бірақ аты есімде алып кетіпші. Аты не үшін есімде алып кетіп десеңіздер, ал балалар осындай да түсіндіріп келеді. Қандай нақыр? Мәурен ақыр дейді. Болды, анау миымда өмір бақи қалып кетті ғой. Сондай моменттер. Демек сіздің сабағыңыздың барлығы сондай бір адамды ойландыруға бағытталған деп айтсақ болады ғой, оқушылар өздері ойланады, қалай болды деген сияқты. Қызықтырып өтемін ғой, әрбір нені, оқиғаны қызықтырып, асыра сілтеп, солай өтеміз да, соны баланың миында қалып кетеді. Бірақ тарихты бұрмаламайсың, жылды өзгертпейсің, оның соңғы нәтижесін өзгертпейсің, бірақ арасына бір кішкене тарихшы болғаннан кейін қосып балаға қызықты болу үшін жеткіземіз. Ал енді блог бастауда ең басты себебім, енді мен жан-жаға қараймын, блог дамып жатыр. Шыны керек. Ол заман талабы солай. Қараймын жан-жаққа, кейбір мұғалімдер блогтарын жүргізіп жатыр. Одан кейін бір шетінен менің әпкем өзі блогер. Әпкемді мен қазіргі уақытта 200-ден аса подписчигі бар. 8 жыл жүргізген, осы Алматы қаласында тұрады, ол да химия пәні мұғалімі істеді. Химия пәні мұғалімі. Ол кісі маған айтады, 2 жыл айтты маған шыны керек. Көндірамай келеді, 2 жыл бойы. Баста блог, мен айтам, қойшы мен ялам деймін ғой. Ялам. Мен негізі бастағам студент кезімде. Секов Айдис деген көп кездер. Сол кісінің мастер шефу деген несін бір видеосын түсірем деп бүйтіп отырыпшы. Сөйтіп түсіріп, бір түсіріп. Сол бірі дирекке кіреді. Одан кейін мен приколмын ғой. Бәрі көшеден көреді, таниды, күледі мағанша. Мен күлген сайын менде буллинг болады ғой деймші. Қазір жастар тілмені дейік та. Буллинг болды, анау сөйлейді, мынау сөйлейді. Құрдастарым күледі маған, типа блогер деп. Одан кейін вообще болғым келмей кетті блогерші. Шыны керек, соны атқамайтын үзілді кесті. Болмаймын мен блогер. Анау келеді, мынау келеді, анау келеді, қойшы болмаймын. Мен шықпайды блогер деп. Сөйтіп, өзімде негізі мен вообще айфонның несі емес, фанат емес. Мен айфон үшін сынап көрмегем.
мен тек қана Samsung ұстағанмын. Сонымен блог бастайтын кезде не қылып, бұл жасырып 750 мыңға iPhone 15 Pro Max-та кредитке алдым. Енді қалай айтсам болады. Ақыры өмірімде бірінші рет бастап көрем. Үзілді кесілді. Көрем бастап. Осымен барып жан-тәнім салам. Болса болды, болмаса вообще алмайын деймін ғой. Қолыма iPhone түсі, вообще блог деген аты вообще бастамайын. Жүргізбеймін. Бірақ қазір бір жан-тәнім салып көрейін деймін. Әпкем көндірді, баста деп. Соны камераға бүйтіп қараймын. Сөйлеймін ана, қолым дүрлеп тұр. Сөйлеген кезде мен камера қараған кезде вообще сөз бәрі ұмытып қаламын ғой. Қайта. Сөйтіп таңғы сағат 6-да салып жүремін, қора жақта жүремін да. Мен бүгіннен бастап блог бастаймын, жүргіземін, болды. И сол мезетте таңғы сағат 6-дан 10 кеткен кезде достарым жазып жүрді, бүгін не шошып оянғансың ба депші. Таңғы сағат 6-да. Мен жоқ, нормально деп. И бір видео түсіріп салам. Бірінші видеом, Аллаға шүкір, бірінші видеом салған видеом миллион просмотр жинайды. Алғашқы видеом маған сондағысы бір түсінгенім, маған баста деп тұр екен да. Бастасаң бір көмегін беремін. Айтады ғой, әрекет етсең, Алла берекетін береді деп. Сонымен маған бір кәдімгідей бір сондай бір не болды да, андай мотивация болды да, маған шынымен де бастау керек екен ғой депші. 1 миллион болды, келесі видео салам, ол тағы 1 миллион болады ғой. Мықты. Шошимын ғой мен анысы. Ол не алған видеолар ол? Инстаграм көрсетсің, 300 публикация тұр, ішіне асып көрсетсіз, как раз ауыл мұғалімнің өмірі деп тұр ғой бірінші. Сол. И сол видеом келеді да жаңалыққа шығады ғой. Евразия каналы жаңалыққа шығады. Мықты. Осы бірге шығады. Сіздасыз. Инстаграмда қаншама ресми парақшалар бар, жаңалық жүргізетін. Соның бәрі де жүр ғой мен ана видеомшы. И бір мезетте декабрь айының, мен әлі есімде, декабрь айының 28-інде министрліктен хат келеді маған. Білмеймін министрліктен. Сізді оқу орта министрі Ғани Бейсенбаев шақырып отырды. Мен шошып кетемін ғой, не болып жатыр мына жақта депші. Өзім сосын директорым шошиды аяқта, не бүлдірдің, не салдың. Қанша уақыт бірінші видео салғаныңызда министрлік шақырған уақыт? Жоқ, мен блогты жүргізгеннен бір примерно ол кезде подписчигім 42 мың ба, сондай болған, 43 мың ба. Сол кезде жетіп қалған едім 43 мың. Уже 3-4 ай жүргізгеннен кейін ғой. 3-4 ай жүргізгеннен кейін. 3-4 айдан кейін уже министрліктен жаңағыдай хат келді. Мына нәрсем бәрі болып жатыр. Болып жатыр, хат келді. Бірақ менде бір ерекшелігі блогымның басқа блогерлерден. Менде блогтың ең басты мақсаты мына қазіргі адамның бойында жоғалып жатқан құндылықтар ғой, адами құндылықтар. Жауапкершілік, еңбекқорлық, тәрбиелік, адамгершілік. Міне осы қасиеттерді мен өмірі видеомда сақтауға тырысам да, әсіресе еңбекқорлықты. Өзім атамның баласы болғаннан кейін, маған айтатын, әлі бір сөз есімде, адам мен қашан демаламын деймін ғой, кейде шаршап кетесің ғой, шыйықшы, таңғы сағат 6-да тұрсың, таңғы шөп жұлғызамын, айтып шаршадым деймін ғой. Айтты, демаласың дейді ғой, қай кезде деймін ғой, өлген кезде жердің астында жатасың, антышы демаласың дейді да. Сол, тірі кезінде сен еңбек ету керексің дейді. Жасың келеді, ол кезде демаласың дейді. Жас кезінде қолыңнан келгенше еңбек ет дейді ғой. Сол сөз есімде қалып қалған да. И уже әбден еңбек етіп үйреніп қалғаннан кейін ба, мысалға, білмеймін, үйде тып-тыныш жата алмаймын мен. Бір бәле істегім келіп тұрады да, бір жұмыс істегім келіп тұрады да, шыны керек. Сол бұрынғы кісілер сондай ғой, сөйтіп тәрбиелеп тастаған. Иә, сол қазіргі жастарды да соған тәрбиелегім келеді да, еңбекқорлыққа. Өзімде жаңағы, мысалы, ата-ана, мен сыным бар, 9 бас сыным жетекшілік. И ата-аналарым айтады маған, балаларыңыз алып кетіңізші дейді ауылға, жазда. Ақшасына емес, тегін дейді, жұмыс еткізіңіз дейді. Тегін жұмыс еткізіңіз, еңбекқорлыққа баулыңызшы дейді балаларымыз дейді. Сізге ұқсаса жаман болмайды дейді. Мықты. Алып кеттіңіз бе? Сол алып кетейін десем, алып кетейін десем, балалар тұрды қараса, балалар бүйтіп, барқысы келмей тұрады да, балаларды қалай қинауға барасың, балалар өз еркімен бару керек қой. Егер бала жалындап тұрса, мен жұмыс істеймін, ағай, мен істеймін десе, ол, конечно, апарасың. Енді осы тұста шынареке сіз де блог жүргіздіңіз ғой кезінде, біраз блог жүргіздіңіз, не істедіңіз деген сияқты. Блогерліктің негізі артықшылығы бар. Көп. Мысалы, Бексей мырза қазір айтып берді деген сияқты. Бірақ бұны бүйтіп сырттан алып қарайтын болсақ, мына бір логика бар ғой, мажор, майнор дейтін. Мажор дейтін сенің негізгі айналысатын жұмысың, мысалы сізде жаңағы мұғалімдік, сізде директорлық, бізде де сол бір өзіміздің позициямыз бар. Екінші, майнор деген нәрсе, мысалы сізде блогерлік. Сізде де кезінде блогерлік болды, қателеспесем. Блогыңызды жүргізіп жүріп, сабағыңызды беріп жүріп, екеуіңіз негізі тағдырларыңыз примерно ұқсас сияқты. Былай, мен сізді жақсы танимын,
сіздің айтып отқаныңызға қарасам келіп жатыр да бір тек қана математик тарих дейсіз ғой короче. пәндеріңіз басқа да и сіз мемлекеттік мекемеде, сіз жеке мекемеде болып тұр ғой. Енді қараңыздар, мынадай сұрақ шығады осы жерде. Сіздер жаңа мажор майнерді алдық, жасап жатырық. Енді жасағаннан кейін бұл жерде еңбектің бәрібір де нәтижесі болады. Ол ескерілмей қоймайды. Мысалы, блогерлығыңнан ақша түседі, күнделікті өзің табысың болады, сағатыңа бар, санатыңа байланысты деген сияқты біздің. Осы тұста ақша көбейген кезде сіздер жаңа айттыңыздар, ақшаң көп болса, жаңа көп көрнекілік аласың, оқушыларға мүмкін тағы да біраз нәрселер алуға болады. Бірақ енді осы ақшаның көптігі мұғалімнің адалдығын бұзып жібермей ме? Деген сұрақ па? Кімге қойырмыз бұл сұрақ? Екеуіңізге де. Сіз жауабыңыз болса айта беріңіз. Дайын жауабыңыз болса айта беріңіз. Кезек айтсақ. Жауабым дайын негізі. Айта беріңіз. Енді бұл жақта айтады ғой, ана жолдан бір алтынды көрсе періштені ұстайды депші, негізі. Бірақ енді ол кезде мен айтайын дегенім, адам қанша байыса да енді адам өзіне байланысты. Адам өзіне байланысты. Ол бұзылам деген адамға сәл бір ақша қолына түссе болды, билік түссе болды, бұзылуға дайын тұрды. Бірақ та енді қазір өкінішке орай біраз адамдар негізі қолына ақша түссе, билік түссе өзгеріп жатады ғой, ол сөздің ашығы. Ал енді мен барлығына топырақ шашпаймын, 5 саусақ бірдей емес қой. Оның ішінде адамдар болады, өзгермейтін сондай адамгершілігі, жаңағыдай адами құндылығы әрқашанда сол орында қалатыншы, мысалға. Енді сіздің жалпы сұрағыңыз, ақша мұғалімді өзгертпей ме адалдығынан деп отырсыз, иә? Ол өзгертпейді. Бәріне жауап бере алмаймын мен бірақ. Мен өзгерткен жоқ. Мен әлі сол қалпымда енді. Мен солай ойлаймын. Енді сырттай мен қалаймын, бірақ мен өзім баяғыдан келе жатқан Бексұлтанмын, мен әлі сол Бексұлтанмын. Кейбіреу айтады маған, сен вообще блогерге ұқсамайсың дейді да. Неге деймін, мен блогер болсын, не істеу керек? Білмеймін да, сен блогер болып бір андай өзінше бір керліп, бүйтіп жүретін адамсың ғой дейді да. Мен айтамын, мен не үшін үйіп жүруім керек? Бәріміз бір дейміз. Мен тек қана бірақ айырмашылық, мен тек қана блог жүргіземін, болды. Атақ мен сіздерден ешқандай айырмашылығым жоқ деймін. Сіздер сияқты тура сабақ беріп жүрмін. Тура сол секілді басқа мектепке барамын ғой мен, қонаққа неге. Сол кезде басқа мектепке барған кезде енді сөзін ашу ғой енді. Ол мен жамандап айтқым келмейді. Мысалға 4-5 мұғалім тұрсақ, барлық қошемет құрметті маған береді да, ана мұғалімдер қалып қалады да екі ортада. Мен алып кетемін да, мына кісілерші деймін, мына кісілерге бермейсіздер ме қошеметті құрметті де. Ол кісілер қарапайым мұғалім қойды да, қарапайым, мен не қарапайым мұғаліммін? Жоқ, сіз блогерсіз қойды да, ертесіге да. Тағы да бір ренжіп, тағы видеоңызға қосып жібереді. Мен айтамын, ондай емеспін. Бірге алыңыз. Қошеметті құрметтейсіз бе? Бәрімізді бірге алыңыз. Маған керісінше ұнамайды деймін да, адамды бөлік деген. Дискриминация дейді ғой бұны. Адамды бөлік деген маған ұнамайды деймін, дұрыс емес сол. Адамды бірге, бәрін бірдей көру керек. Мына жерден мынандай нәрсе шығады ма? Адам өзі бөлініп кетпейді, просто қоғам сөйтіп Қоғам солай бөледі ғой. Қоғам бөліп тастайды. Қоғам бөліп тастайды. Иә. Бірақ енді барлығын жауап бере алмаймын. Бөлінетін ана кейбір өзгеретін адамдар да бар. Ол мен енді мынау деп айта алмаймын. Ол өздері біледі ғой енді адамдар. Наған байланысты қосып жібере салайыншы. Мысалы, адамдар сенің мынадай дүние бар да. Сен бір көтеріліп бастаған кезде, дамып бастаған кезде, нәтиже көрініп бастаған кезде, адамдар жайлап сені итермелейді. Сондай болуға бағанағыдай ғой. Мысалы, сізге ерекше қошемет бөліп жатырған кезде, сізді де уже жайлап итермелеп қояды. Иә, соған. Кішкене бүйтіп өзіңіз көтеріліп бастайсыз да, сосын қайттан бір сабанға келіп алу керек та. Мысалы, біздің кейсімізде мынадай, өзімнің жеке кейсімде мынадай дүние болған. Мен бұрын ескі машинамен жүрдім да, бірақ мен ақшаны өте жақсы жинайтынмын. Тауып жатырмыз, жинаймыз. Бір күні мен топ еткізіп, сразу 200 қалдым. Сөйттім де, андай момент болады. Мысалы, мен бұрын барып жүрген бір зданиям бар. Жиі барам, түсем, есікті ашам, кірем, сөйтіп кіріп, машинамды жаңағыдай кілттеп атқан кезде охранник артымнан айқайлайды, есік жапсайшы деп. И тура сол жерге барам. Мен барсам, охранник өз есік ашады. И мен кірем, есікті жабады. И ана охранниктің күнде андай қылып жүрген охранниктің уже есікті өзі ашып жауап беріп жатырған кезде уже жайлап сенің походкаң өзгерейін дейді, оны уже байқамай бастайсың, бірақ уже өзіңе сезінбей сондай бір ощущение келіп бастайды да.
но одан кейін то же самое андай Алматыда жүреміз, орын жоқ қой Алматыда, енді көлікпен Иә, жүріп көрсеңіздер барған жерде орын болмайды. Мысалы бұрын мен андай Мегаға барайын, басқа да бір жерге барайын, мысалы охранник келеді да саған, бауырым тұруға болмайды, машинаңды алып таста дейді да. Ал жаңағыдай машинаң өзгеріп барған кезде охранник келіп уже өтініш айтады. Бауырым мына жерге тұруға болмайды, сәл әрірек қоясыз ба, камера отырға бастықтар келіп. Яғни бұйрық раймен емес, уже былай өтініш сұрай қалай, өтінішпен сол сұрай ма? кездерде уже ішіңде мен сол кездерде кішкене сезіледі да андай ше. Уже келесі үшінші парковкаға барған кезде тас еткізіп есік жауып кетіп қаласың да бүйтіп ше, артынан айтып отырсың, күте тұршы деп ше. Уже сондай моменттер болады. Осы жерде барып адамның ішкі истинасы шығу керек та. И мынадай нәрсе бар, ақшаға байланысты. Ақшаны енді көп тауып бастаған кезде менің ойымша адамның шынайы бет бейнесін көрсетіп бастайды. Иә, ол рас. Мысалы бұрын андай болуы мүмкін да, бір мұғалім бар дейікші. Оның уақытша ақшасы жоқ. Бірақ ол андай өзінің андай тәкаппарлығын несін ақшасы жоқ болғаннан кейін өзін жақсы қылып көрсетіп жүрген болуы мүмкін да. Ал енді бір мұғалім бар. Әлі ақшасы жоқ, бірақ оқушыларды шынымен жақсы көреді. Енді екеуіне бірдей ақша берілген кезде баяғы анау жақсы мұғалім бар ғой, оқушыларын жақсы көретін. Ол жаңағыдай өзінің оқушыларға деген махаббатын үдете түсуі мүмкін да. Наоборот, оқушыларды сабақтан кейін бір жерге апарып отырғызуы мүмкін. Біреудің туған күні болса, оқушылардың каждыйына жеке-жеке сыйлық беруі мүмкін. Или болмаса бұрын черновоймен шығарып жүрген болса, ол қағаздарды бағана көрнекілігін, ол бағанағы цветной глянцевыймен шығарып бастауы мүмкін да, ақшасы болған кезде. Ал керісінше бағанағыдай мұғалімде болуы мүмкін да. Бұрын енді уақыт жоқ, амалдың жоқтығынан мектепте айлыққа жұмыс жасап жүрді. Но көтерілген кезде уже басшылықпен қырылу, ата-анамен қырылу деген нәрселер басталуы да мүмкін. Сондықтан бұл жерде менің ойымша ақшаны жақсы тауып бастаған кезде ол адамның шынайы бет бейнесі ғана көрініп бастайды, басқаша вариант жоқ сияқты. Ол егер ақша түскеннен кейін өзгеріп кетсе, негізі ол сол бұрын просто ақшасы болмай жүр. Просто ақшасы болмай жүрді оның. Яғни бет перде киіп жүрген адамның маска шешіледі. Маска шешілді. Енді осы тұста қараңыздар. Қарша ақшасы бар, ақшасы жоқ деп енді айтып жатырмыз ғой. Ақша бар ғой барлығында. Аз көп деп айтайық. Аз көп. И оқушымен қарым-қатынасы бар ғой біздің. Мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасы. Ақшасы бар кездегі, жоқ кездегі, одан кейінгі сабаққа дейінгі процесс бар, сабақтың үсті бар, сабақтан кейінгі процесс бар деген сияқты. Осы тұста ақшасы аз деп алайықшы. Мысалы сағаты аз, бір мұғалім бар деп алайық, сағаты аз, айлығы аз, бірақ оқушыны ол өте қатты жақсы көреді. Бірақ ол кісіде жаңағыдай глянцевыйға цветной шығаратын мүмкіндік жоқ. Принтері да жоқ. Оның сапасы қаншалықты болады? И тура осы ситуация наоборот. Бұл қай уақытта осы біздің 21-ші ғасырда болып жатқан жағдайда? Дәл қазіргі кезде. Енді бұл жақта ақшасы жоқ, бірақ сабағының сапасы қалай болады дейсіз ғой? Иә, жақсы көреді. Жақсы көреді. Енді ол егер ол өзінің мамандығын, сабағын жақсы көретін адам болса, оған ешқандай да мынандай материалдық жағынан кедергі болмайды. Айтып отырмын, мысалға мен тарих сабағын өткен кезде черно-белыйға шығарып келдік дейді, мысалы, глянцевый емес, басқа жағдай жетпей тұр. Черно-белыйсіз әшейін бордың өзімен тақтаға жазып баланың махаббатын жаулап алуға болады. Мен жауап берсем бола ма? Мысалы, сіздің мұғалім болуыңызға әсер еткен мұғалім бар ма мектепте? Бар. Сондықтан сіз мұғалімдікті таңдадыңыз ғой? Біреуге қызығып. Мұғалімдікті мен атамның айтуы бойынша таңдадым. Негізі мынадай статистика бар Қазақстанда. Мұғалім болудың статистикасы. Мұғалім болған адам, скорее всего, мектепте бір мұғалімге қызыққан. Соның нәтижесінде мұғалім болған деген статистика бар. Енді менің кезімде мен математика пәнінің мұғалімі болдым. И маған математиканы бір 2 жыл ғана ма пенсияға шығайын тұрған үлкен ағай берген. Жасы 63-те пенсияға шығады ол кезде. Мысалы, где-то жасы 60-тан асқан 61-дің айналасындағы үлкен ағай болатын. Сол ағай келіп бізге сабақ өткен. Біз бастауышты бітіреміз 4-ші класста. 5-ші классқа барған кезде уже әртүрлі мұғалімдер келіп кетеді оны классқа. Әр пәннен әртүрлі. Бастауышта барлық пәннен бір мұғалім беріп жүрсе, әртүрлі мұғалім андай миын қатып жатыр, аттарын жаттап үлгере алмай жатыр анау келіп жатқан мұғалімдердің. Сол кезде Жетпісәлі деген ағайымыз бар. Теберсін, ол кісі марқұм болып кетті карантиннің кезінде ауырып. Сол кісі келеді. Сөйтіп кіріп келеді да, андай өзінің плакатты надай жерлерінен жыртып, андай канцелярский пышақпен жыртып, ұяшықтар жасап, сол ұяшықтарға надай билеттерді тығып, билеттердің үстін қолға ұстауға ыңғайлы қылатын қылып изолентамен орап, короче. И ана несінің үстіндегі тұрған жазулар бар ғой, сол жазуларды да андай изолентпен, қара и көк изолентті жазып, андай кім жылдам
ойлап тап деген сияқты дүниелерді алып келіп плакатпен тақтаның екі жақтарына жабыстырады. Уже бізге қызық анау жабыстырып жатқан кезде ойланып бүйтіп деген сияқты. И ол кісі тұрады да басқа көрнекілік ештеңе жоқ. Анау бір қолданған нәрсесін екінші рет қолдана беретін қылып, ана жазған, мысалы жазуда өшіп кетеді ғой, сол жазуды да скотчпен әдемілеп орап ше, андай қайта қолдана беретін қылып, сондай әдемі қылып істеп қойған. Еще бүкіл классқа бүкіл тақырып осылай істеп қойған математиканың. И сабағына кірген кезде бізде ана жердегі тыныш отыру деген, білмеймін, ондай мүмкін емес болатын ол сабақ. Ол сабақ бізде ушу болатын. Ағай сабақ түсіндірген кез басқа уақыттың бәрі жарыс ана жерде. Кім есепті бірінші шығарады? Кім тақтаға шығады? Кім тақтаға шығады деген кезде кәдімгі біз қол көтеріп, даже қырылып, ағай, анау шықты ғой, мен шығайыншы деп ше кәдімгі. Өмірінде 5 сабақ бойы үндемей келіп 6 сабақта тақтаға шығатын оқушылар болатын. И қызығы 5 сабақ бойы үндемей отырды, бірақ 6 сабақта өз еркімен тақтаға шығайын деп сұранды. Сондай балаларға дейін болатын да класста ше. Аха. Вот реально қызық өту осы. И реально ол жерде себестоимость дейміз ғой, анау кәсіптің тілінен қарағанда. Анау жасап жатырған нәрсесі себестоимості өте төмен. И ұзақ мерзімді қолданады оны. Сөйтіп ұйымдастырған. Вот мен сондай адамды көркем. Бұл қателеспесем бізде 2007-2008 жылдары. Осыдан почти 10 жыл бұрынғы. 10 жыл бұрынғы логикада ол кісі сондай принтерді қолдануды білмейтін шығар, скорее всего. Ол 2007 жылдары 60 жастан асқан кісі. Ол бағанағы нәрсені қолынан істеп тұр. Ол просто бұл жердегі әңгіме келген кезде балаға деген махаббат сияқты болды. Балаға и пәніне деген махаббат. И креатив. Креативі бар. Креатив болу керек. Енді өзіңіз ойлаңыз, 60-тан асқан уже пенсияға жақындап қалған кісі, ол былайша айтқанда 60-қа келген кезде адам мысалы энергиясы уже аз болады ғой, шыны керек. Уже жас келген сайын адам уже сабақта андай қалай айтсам болады, сапасы өтпейді емес, жай ғана сапалы өту үшін уже энергия жетіспейді. Біраз мұғалімдер ше, жасы келген кезде. Ал ол кісі жасы 60-тан асса да сондай креатив жасап, еще мына айтып отырсыз ғой, ана шулап өтеді деп ше. Негізі мен өз басым сабақ егер шулап өтетін болса, ол қызық сабақ болып жатыр ол жақта. Неге? Өйткені мысалға қай жерде бала тып-тыныш бүйтіп ұйқысы келіп тып-тыныш андай мертвая тишина болады ғой. Ол жақта мен ойлаймын, ол жақта білім аса қатты былай бар деп ше. Себебі білім қай жерде болады? Жарыс бар жерде. Жарыс, бәсеке. Анау жарысып айтады, мынау дұрыс емес, мынау дейді, анау бір-біріне дәлелдеуге не істеп жатады. Сол жерде білім бар деп ойлаймын мен. Мысалы біздің тарихтың өзінде тура солай. Мен айтамын, мен осыны қазір сендер жауап берулерің, мынандай сұрақ қоямын деймін. И ана сұрақты кетіп, мынау айтады, ағай мен сізге дәлелдеп беремін деп тұрды да, анау по факту айтып жатса, анау келеді де басқа жағына келіп айтып жатады ғой. Ол кезде уже балаларға да қызық та, қайсысы бала ұтады деп екеуіне бүйтіп қарап отырады да. Уже аяқта кино болып жатады да. Ол кино болған жерде білім енді бір ойда қалады, ол жерде білім бар. Бірақ енді айтады ғой мынандай, тәртіпсіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп ше. Ол тәртіпсіздікке жатпайды, ол бәсекелестік пен жарыстық өзіңіз айтқандай. Сол жерде адамның пәнге деген қызығушылығы артады да. И ол білім қалады. Еще ондай нәрсе бар ғой бізде, бәсекелестік деген жалпы сен қаламасаң да қоғамның сенен талап ететін нәрсесі ғой. Иә. Қаламасаң да қоғам сенен талап етеді. Оны мысалы әшейін қарапайым компания тұрғысынан да бір нәрсемен айналысатын екі компания бар. Әрине оны. Екеуі бір нарыққа таласады. Мектепте екі тарихшы бар, бір сағатқа таласады. Бәрі бәсекелестік қой. Бәрі өмірдің өзі бәсеке ғой. Бәсекелестік қой, бәрі жарыс. Андай енді қараңыздар, Нареке, сіздің айтып отқан жаңағы мұғаліміңіз бар, сіздің келтіріп отқан мысалдарыңыз. Мен қосып кетсем ғой, бөлсем көшімсіз. Бәсекелестік деп әдемі айтып отырсыз ғой. Бәсекелестікке байланысты мысалы мынау кәсіп логикасы бар, иә. Бір кәсіпті жасайтын бірнеше кәсіпкер бар. Бірақ соның ішінде бір жаратын кәсіп бар. Мысалы газировка логикасын қараса, Кока-кола жарып жатқан. Бізге газированный су десе бірінші ойымызға Кока-кола елестейді, содан кейін барып басқалар кетіп бастайды деген сияқты. Енді осы жерде барып, жалпы бизнес логикадағы аналитикада мынадай нәрсе айтылады да. Конкуренция ол кәсіпкерлердің қайсысы өз кәсібін көбірек жақсы көреді дегеннің жауабы дейді. Яғни кәсіп ол конкурентпен жарысу емес, өз ісіңді қаншалықты жақсы көретініңмен жарысу дейді да. Получается, кезінде ана Кока-коланың основателі Кока-коланы көбірек жақсы көрген салыстырмалы түрде басқалардан. И одан кейін қанша уақыт өтсе де сол жүйе келесінен бері Кока-коладағы әрбір адам Кока-коланы жақсы көретіндей.
деңгейде. Мысалы қарапайым өткенде біз айттық қой, Ерлан Ындаспаев деген жігіт бар. Осы Кока-Коланы Қазақстанға сатушы дистрибьютор. Неден Кока-Коланың компаниясын алып бүкіл Қазақстанға сататын ортада делдал. Оның өзі Кока-Коланы қатты жақсы көреді. Кока-Кола адамның өміріне мән мағына беретін сусын ретінде қарайды. Барлығы жиналды, отбасы келді, Кока-Коланы ішіп, мысалы тамағын қорытты. И мысалы Кока-Кола келді, ол жерде той болып жатыр, немесе бір жақсылық болып жатыр дегенді білдіреді деп. Мысалы Кока-Коланы мысалы Құдай жолға немесе ас беріп жатқанда қойып қоймайды, мысалы туған күнде басқа да қояды деген сияқты ше. Ол кісі солай жақсы көреді да мысалы. Тура сол сияқты бағана конкуренция деген логикаға келген кезде бұл жерде әркімнің өз ісін қаншалықты жақсы көру дегеннің өлшемі. Мысалы бір мұғалімдері бар, ол мұғалімдер жарып жатыр ма, значит ол өзінің мұғалімдігін басқа мұғалімдерден артығырақ жақсы көреді. Болды, жауап бір. И сәйкесінше мектепте де бар, әйтеуір келіп кетіп ешкім байқамайды, бар жоғы білінбейтіндей мұғалімдер бар. Оған да сәйкесінше солай. Ол просто өз жұмысын салыстырмалы түрде басқалардан жайырақ, азырақ жақсы көреді деген логикаға келіп қорытындыласақ болады. Конкуренцияның логикасы осы. Мен түсінетін жерде. Күшті не істедіңіз, нүктесін қойдыңыз. Енді мынандай сұрақ туындайды, жалпы осы айтылған нәрселерден. Қараңыздар, орыс тілінде айтқан кезінде специалист деген нәрсе бар. И работник деген бар. Екеуі де негізі маман, былайша айтқан кезде. Маман және жұмысшы ма қазақша? Маман және жұмысшы, қазақша айтқан кезде. И маман бар, маман мұғалім бар. Ол қай тақырыбын бірінші мықты біледі, екіншіден оқушымен қарым-қатынасты мықты біледі, үшіншіден сол нәрсенің атмосферасын ұйымдастыра алады. И осы бұның барлығы қабілет негізі. Аудиторияны ұстай алу да қабілет, тақырыпты білу де қабілет, қарым-қатынасты да қабілет, барлық қабілет. Қабілеттердің бәрін игеріп меңгеріп алған бір маман бар деп есептейік. И екінші бір маман бар, ол оқушыны жақсы көреді да, бірақ қабілеті жоқ, жанкешті. Бүйтіп барын салып, мүмкін ол жұмысқа ерте келеді, мүмкін ол елдің соңында қайтады. Осы екеуінің қайсысын ұсынар едіңіздер мысалы? Мысалы сіз қайсысына жатасыз? Жанкешті мұғалімсіз бе, или сіз мамансыз ба? Жалпы сіздің сұрағыңыз өзі, мысалға жаңағы маман дегеніміз, ол өз жұмысын аса қатты жақсы көрмейді, бірақ қабілеті бар деп отырсыз ба? Иә, ол андай, не бар, қалай жасалу керек, барлығын біледі, и сәйкесінше соны жасай алады. Иә, жасай алады, бірақ аса қатты былай жақсы көрмейді. Ол оқушыны жақсы көру де мүмкін, жақсы көрмеу де мүмкін. Сұрақтың түбін түсініп алайын деген ғой, сама. Жақсы, екі вариантты қарастырайық. Жақсы көрмейді, жақсы көреді. Бірақ екіншісі бар, жанкешті мұғалім, ол датау жақсы көреді. Жақсы көреді, бірақ қабілеті жоқ. Бірақ қабілеті жоқ. Мысалы, білмеймін, тыңдата алмауы мүмкін, бірақ ол жан ашиды да ана балаға. Ана баланы тыңдата алмауы мүмкін, бірақ Жошы, мектептегі жылап қалатын мұғалім ғой. Мен сіздерге айтып жатырмын. Жоқ, рас қой, анау не бар ғой кейбір жас мамандар мысалы бекер мұғалім болды деп ол мысалы қандай махаббатпен келеді да мен сабақ беремін деп ше и келеді да бала тыңдата алмайды, жаңа өзіңіз айтқандай қабілеті жоқ, одан кейін барады да ол уже сынады екі ортада, мұғалім болғысы келмейді мысалға. Енді мен қайсысын ұсынар едіңіз дейсіз ба мектепке жалпы? Негізінде жанкешті болып жүрген адамнан да бір нәрсе шығады негізі. И маман одан нәтиже шығуы андай, былайша айтқан кезде 100%-ға жақынырақ. Енді мен бұл жақта қасиеті, қабілеті дегеннен бөлек ең бірінші адамның мен несіне қарайтын едім, тұлғалық мысалға мына кейбір адамдар болады ғой, қанша қабілеті, қасиеті болсын болмасын берілмейтін ше, сынбайтын. Табандылық па? Табандылық, қайсарлық. Мен сондай мұғалім таңдар едім. Мен өзім сондаймын негізі. Мен керемет бүйтіп, мынандай қабілетім бар, қасиетім бар, мен мынаған таланттымын деп айтпаймын мен. Мен бір басқа мұғалімдердің айырмашылығым, мен құласам, мен қайттан тұрам. Құламағанша. Өзім сондай, негізі өзім сондаймын. Мысалға жаңа блоктың өзі мысалы қанша мәрет құладым, қанша мәрет ялдым мысалға, ақыр соңында жеттім ғой өзімдікіне, тура сол секілді. Мен солай қайтпас қайсар, табандылығы жоғары мұғалім таңдар едім. Өз мамандығын жақсы көретін. Мамандығын и оқушыны ма? Иә, мен өз мамандығын жақсы көретін, қайтпар қайсарлығы бар, табандылығы жоғары сондай адамды таңдар едім. Мен жауап сол. Күшті. Нәреке, сіз алып қосарым дегенде мен толықтыратын бір нәрсе не қылып көре салайын. Бағана табандылық туралы әдемі аштыңыз. Негізі былай айтылады. Табандылық деген сөз ол берілмеу. Ал берілмеу деген ол нәтиженің жартысы дейді.
яғни бір жолды бастайын деп жатырған кезде сен басынан бастап берілмеуге шешім қабылдаған болсаң, сол істі соңына дейін апарамын деген кәдімгі басынан шешіп кірген болсаң, онда нәтиженің уже жартысы сенде бар деп есептеймін. Ал енді көп деген істер не үшін соңына дейін бармай қалады? Істеп көрейін, болмай жатса ладно деп басталған істер скорее всего қаталады. Иә, осыған байланысты Македонский мысалы бар ғой. Македонский соғысқа барады ғой, жаулауға бір жерде. Барған кезінде енді кемемен барса, көпірмен барса, барған кемесін көпірін бәрін өртетсе екен да, мен либо мына жақта өлем, либо мына жақта мен аламын. Өлуге вариант жоқ, значит мен мына жақта алуым керек деп Македонский сөйтіп жаулайды екен. Жаулаған екен. Жаулаушыл не ғой негізі? Император ғой жалпы. Сондай бір тактиканы қолданады екен да. Ойлаңызшы сіз 200-камен барасыз бұл жерге. Өртеп тастайсың да. И мына жерде мен бірдеңе істеймін дейсің. Ауыр ғой негізінде. Андай сондай бір жанкештілік па или бұны қалай айтсақ екен, жанқиярлық деп айтамыз ба, соған келеді ғой. Мырзалар, ендігі кезекте мынандай сұрақ болып тұр. Енді барлық мұғалімдер жаңа мажор майнер деп айтып жатырмыз ғой. Барлығы бір блогер болып кетуге бір қабілеті болмауы мүмкін. Барлығы болмаса барып IT игеріп алуға бір қабілеті болмауы мүмкін. Бірақ та бізде мұғалімдерде былай мектеп қабырғасында жүріп, ешқайда шықпай-ақ, артық бір нәрсені қоспай-ақ, сәл өзінің пәнін жақсы білетін болса, ақшасын көтеретін бір жол бар негізі. Ол санатын көтеру. Солай ғой. Санатын көтеруге байланысты Бексей мырза, өзіңіздің санатыңыз туралы, ол санатты көтерген кезде сіз андай бір досрочно мерзімінен бұрын жеттіңіз ба? Или мектептің директоры сізге қақсалап, әдіскері қақсап айтып жүргеннен кейін жеттіңіз ба? Осы туралы айтып берсеңіз. Менге санатын айтатын болсам, мұғалім бәрі шошиды дегенше шынымды айтсам, еңбек өтіл мен негізі. Өзім тура мына мен оқу жылын бітемін ғой университетте. Сол кезде қызыл дипломмен бітіргем. Қай жақта бітірдіңіз, кстати? Қай жақта бітірдіңіз? Мен түскен кезде, ол кезде, ол жерде де кино үшін. Мен түскен кезде Таргып үй болды. Одан бір жылдан кейін Таргыпу болды. Мен біткен кезде Тармуды бітірдім ғой үшін. Тараз мемлекеттік өңірлік университеті. Дулати, иә? Иә. Жалпы мен бітем қызылға, мектепке жұмысқа тұрам 2021 жылы. Сол уақытта жолым болған екен шымен бар ғой. Жолым болған екен. Мен модераторды алам, заң болған ол уақытта. Қызыл дипломмен келсе, модератор берілетін модератор санаты. Ешқандай тестсіз, ешқандай несіз. Бірақ мен өзім үшін ол кезде тестті өтіп қойдым. Тесттен мен 76 балл алғам. Квал тесттен. Қанша сұрақ еді вообще? Общий 100 сұрақ еді. Общий 100 сұрақ 76 балл, почти зерттеу үшін балл алғам сол кезде. Ол кезде педагогика бар еді. Иә, ол кезде педагогика барын өзін сынағым. Айом по дейсі. Енді кино отыр дейсі. Мұғалімдердің Джейсон Стэттхэм екенсіз ғой? Слева көдеді. Енді сөйтіп модераторды алам. Мен алғаннан кейін, 2 аптадан кейін ол күшін жояды ғой заң. Заң күшін жояды ғой. Как будто мені күтіп тұрғандай ше, мен айтады, мені зеленый свет бар екен ғой деймін да. Өзім айтады, мен өзім түзіп жүрген жолымда ешкімді ала жерді аттамай жүрген жол. Может, осы бір пайдасы тиді деп ше. Сөйтіп модераторды алам, модераторды алғаннан кейін қазір менің санатым сарапшы. Модераторды алам, заң жүзінде 2 жыл жұмыс істеу керек модератор. 2 жылымды жұмыс істеймін, 3 жылым өтеді, сонымен сарапшыға тапсырам, тестті, квал тестті. Енді ол уақытта шыны керек, квал тестті мына жан-жақтан дайындаласың, телеграм группа, анау группа, мынау группа мысалға да. Анадан іздейсің, мынадан іздейсің, анау мынаны айтады, мынау былтырғы нелер іздейсің. В общем, оны бәрін іздеп отырып, сөйтіп дайындалып, неден тапсырдым ғой, жаңа қанша алдым? 46 балл алдым мен, 50 сұрақтың ішінен. 4-ақ сұрақ қателестім. Ол кезде де мен, в общем, шебердің балын алдым. Қайтадан айван екен ғой. Ол кезде де. Сарапшы? Сарапшыға қашан тапсырдыңыз? Осы сарапшыны алар кезде 1 жыл бұрын тапсырдым ғой. Ол кезде как раз менің сертификатым уақыты өтейін деп тұра кезде сарапшыға тапсырдым ғой. Өтіп кеттім аха. Жоқ, менің портфолиомның баллы бәрі жоғары болды ғой. Масқара жоғары болды менде. Даже диплом сертификаттарын азайтты ғой мен. Көп деп слишком. Көп слишком деп азайтты ғой. Мынандай парақ жинап тұрып келіп папканы ше. Адам 2 мұғалім geçti да сертификаттар, дипломдар. Азайтты ғой мынандай қылып. Сапфермен?
жоқ енді енді шеберге қашан бұйырса. ой зерттеуші бар ғой Ой, зерттеуші бар да. аха білмеймін мен сарапшы пока что жетеді сарапшы не биыл өттім ғой Неге сарапшыға келіп мұғалімдер тоқтап қалады да? мен тоқтайды жоқ қой Жоқ, жетеді деп отқаныңызға не отқан ғой? Мен Жоқ. балам сарапшы. Жетеді осымен пенсияға шығамын деп. просто досрочно бұл былай ғой зерттеуші санатын көтерген сайын сенің нең жоғарылай береді жаңағыдай сұрайтын документациясы ше мысалы сарапшының өзіне облыстық не керек болды республикалық керек болды мен досрочно тапсырғаным үшін әдістемелік құрал керек болды басқасы досрочносы былай егер сарапшы досрочно өтетін болсаң сенен зерттеушінің жетістіктерін сұрайды ғой мен егер зерттеушіге досрочно өтетін болсам менен шебердің жетістіктерін сұрайтын болады сол себепті мен лучше уақытымен өткенім дұрыс деп отырмын сұрайтын болады сөйтіп жаңағыдай барлық группаларда жаңағы іздестіріп отырып не істеймін да енді осы мұғалім онлайнмен жұмыс істеп келе жатқаныма уже бізде қанша ай болды 3 ай болды. 3 ай болды 3 ай болды 3 ай болды маған осылай сіздер шықтыңыздар ғой бірінші сіздер шықтыңыздар мен айтамын да мен өзімнің әріптестеріме жаңағы ұстаздарыма қолдаушыларыма мен өтірік ақпарат таратқым келмейді маған жіберіңіздер мен сіздердің сұрақтарыңызды көрейін мен былтыр жаттаған сұрақтардың бәрін жатқа білемін қандай сұрақтар келді маған мен соларды әлі білемін сіздердің сұрақтарыңызды көрейін қарайын шынымен де сіздердің дайындап жатқан сұрақтарыңыз квалтестте жолға ма келе ма қанша пайызға келеді сөйтіп ашып көремін сол көремін да былтырғы тапсырған сұрақтардың барлығы ішінде тұр ғой как будто бұл кісі квалтестпен связдашы несі квалтестпен связда бар сияқты несі иә барлық жаңағы бүткіл нелер Между нами ғой. не знаю айтпаса ешкімге иә жаңағы бүткіл нелердің барлығы бар да түгел кездесіп тұр ішінде почти 90% десем қателесем түгел барлығы келіп тұр сол айтайын болды давайте жұмыс істейік бірлесе қандай пәндердің бар сол барлық пәндер бар екен тарихтан бөлек и сонымен бірлесіп жұмыс жасап келе жатқанымызда 3 ай болды алла қаласа болашақта да көре жатамыз дар жақта дискуссия Жалпы санат көтеруге байланысты негізі мұғалімде 5 санат бар. 5 санат. Біз ең алғашқы санатты педагог статусы деп атаймыз. Негізі ол педагог статусы емес. Мына 5 санаттың 5-еуі де педагогтың статусы. Бірінші статус тағылымдамашы дейтін статус. И осыдан кейін кете береді модератор бар, сарапшы бар, зерттеуші бар, и шебер бар. Ең алғаш мынау тағылымдамашы санаты үшін бұл санат үшін кез келген жерде бастапқы сума беріледі. Оның енді сағатына байланысты, қаласына байланысты, ауылда байланысты деген сияқты. Ауылда енді кішкене айлығы жоғарырақ, қалаға қарағанда деген сияқты. Бастапқы сумамен кіреді. Ең айлықтың қатты көтерілетін жері ол модератор санатын алған кезде. Сразу айлығын 30%-ке өтеді. құптаймын дейсің құптай деді Тағы мемлекет шешіп қойған ғой. Ең қатты көтерілетін жері осы модератор 30%-ке көтеріледі. Ал ары қарайғы санаттар үшін уже 5%-ке көтеріліп бастайды. 5%. И енді 5%-ке байланысты кейбіреулер бағанағыдай ғой, санатта неге асықпайды дегенге байланысты ол жерде көтерілетін пайызым 5%, ал менің дайындау керек документім дейді, одан пока жүре берейін дейді. Қайта дейсің. Сөйтіп ойлайды. Бірақ енді бұл жерге байланысты 5% деген айлыққа кетеді бір 30 мың теңге қосылатын. 30 мың теңге, 40 мың теңге сағаттық жүктемесіне байланысты ғой. Бұрын қанша алып жүрді, соған байланысты ғой көтерілетін енді. 200 мың теңге алып жүрген адамның 5% мен 300 мың теңге алып жүрген адамның 5% екеуі түрлі сума деген сияқты. И мысалы 30 мың теңге. Бұл жерде де бірақ неге қарап қоюға болмайды. 30 мың теңге деген ол мысалы қарасаң 2 жылға 30 мың, 1 жыл үшін 30 мың теңге ол 360 мың теңге. 2 жыл үшін ол 720 мың теңге. Плюс 2 жылдың отпускной бар. Оны да есептеу керек та. Сондықтан егер кімнің мүмкіндігі бар, кімнің қолынан келіп тұр, өте берген дұрыс. Санатта досрочно тапсырды деген сияқты. Себебі бағанағыдай далада жатқан миллион теңге жоқ деген сияқты ғой. Маған тиіп жатыр ғой деймін, по-моему. Солай тиіп жатқан сияқты ма деп. Сіз дайындалып өтсеңізші. Заң жүзінде тағы хотя бы сарапшы 2 жыл болайын да. Ел алдым ғой. Досрочно 2 жыл ғой. 2 жылдан кейін ғой. Бір санаттан екінші санатқа өту үшін минимум сол санатта 2 жыл жұмыс жасау керек. Минимум. Себебі бағанағыдай санатын жоғарылатуға не жоқ деп есептейді да, ода тәжірибе жоқ деп есептейді. И сосын бұл жерде де тапсырған кезде де анау адам тапсырған кезде де өту керек квалтесттен негізі. Сіздің кейсіңізде рахат бір рет тапсырып өтіп кеттіңіз, бірақ тапсырып құлап қалғандарға не болатынын білесіз ба? Елестетіп келмейді, ауыр болады, конечно. Ауыр болады әрине. Елестетіп келмейді, бірақ айтатын болсақ, негізгі нарықта былай. Мысалы сіз модератордан тұрып сарапшыға барайын деп тұрсыз ғой.
И сізде 3 түрлі сценарий бар. Сіз ең жақсы сценариймен өтіп кеткенсіз, ол сарапшының балын жинадыңыз да, даже шеберлігін жинап кеттіңіз, өтіп кеттіңіз. Екінші вариант бар, сіз модератордан сарапшыға тапсырайын тұрып, модераторыңызды қайтадан жинап қаласыз. Ол уақытта модератордың өзінде қаласыз. Ал егер модераторға барып тұрып, сіз 2 мүмкіндігіңізді де құлап, тағылымдамашының балын жинап қалатын болсаңыз, сіз сарапшыға өтем деген ниеттен сразу ана өзіңізден кейінгі санатқа да құлап қалуыңыз мүмкін. Әшейін педагогқа. Әшейін педагогқа құлап қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да бағанағыдай ғой, көбіне мұғалімдер рисковать етуден де қорқады. Пока жүре берейін дейді. Сарапшы болып тұрып, тапсырасап, ертең жетпей қалса, уже педагогқа түсіп қалуы мүмкін. Сондай да момент бар да. Сондықтан бұл тонкістерге байланысты қиындықтар болғаннан кейін де мұғалімдер көбіне бетінен тартуы мүмкін да. Бірақ қаламасын мұғалімдер уақыты келген кезде бәрібір санатын либо біліктілігін арттыру керек, либо санатын қайттан не қылу керек, растау керек. Мен осы санатқа әлі де лайықтымын, мен түсіп қалған жоқпын деген сияқты. И сәйкесінше жоғарылау керек. Бірақ түсу вариантын екі не қылмау керек қой. Ал түсіп қалмас үшін мұғалім онлайнмен дайындал. Мықты реклама кетіп жатыр ғой. Сіздің барлық проблеманы шешіп береді. Мұғалім онлайн депші. Дұрыс қой, енді жарнама ол бәрібір болады. Міржақ Оян Қазақ бар ғой, көрген шығарсыздар кинода. Ахмет Байтұрсынұлылар ақша таппай жүрген кезінде кәсіпкерлермен бірігіп газет ашарып, газетаға реклама шығарып, рекламаны ішінен сөйтіп ақша тауып деген сияқты. Ондай, ол кәсіптің, ол жарнама деген белгілі бір 4-тен 1 бөлігі ғой. Что, нормально? Мұғалімдер, анда не қылмаңыз? Өмлар деп шығып кетті, примерно 5 мұғалім шығып кетті. Реклама жасағаннан кейін, андай, өтірік, егер шынайы болмаса, мен мына жаққа отырмас едім. Мен енді өзімнің қолдаушыларымды не қыламын алдап. Ол шынайы болмаса, мен мына жаққа келмес едім да. Жұмыс істемес едік та қазір. Мынау әже подкаст болмас еді бүгін дейсің. Или басқа біреу болмас еді. Енді біз уақыт жақында қапты. Негізі айтылатын мәселелер өте көп. Біразын қамтыдық деп ойлаймын. Енді 1 сағат бойы уақытын арнап көрген мұғалімге пайдалы ақпарат бере алсақ біз қуаныштымыз. Дегенмен де біз тағы да бір нәрсе бергіміз келіп тұр қазір. Бағанағы бір нәрсені қосып өтейін. Мажор майнор деп айттым ғой. Өзінің қызметі бар, мына жақта қосымша қызметі бар, бірақ екеуіне де байланысты негізі жүйелілік жасауға болады. Кез келген жерде. Біздегі маған бір сырттай андай болып көрінеді. КМЖ-ны қолмен жазу отырып алып. Қолмен жазуға болады. Содан кейін презентация слайдтарды қолмен жасау. Уақытыңды алады, дұрыс па? Уақытыңды алады, басқасын алады. Біз оны немен жасай аламыз? Қазір шығып жатыр ғой, жиі сабақтары мектептерде бар. Жиі сабақтарды сауатты қолдана алу деген сияқты. Өзіңнің жеке ақпараттарыңды беріп, оған бір андай ақпарат алу емес, бұл жердегі. Сенің уақытың анализ жасапшы. Азынан кешке дейін, мысалы, менің уақытымды көп не алып жатыр? КМЖ жазу ма? КМЖ жазуды қалай мен жүйелей алсам болады? Мысалы, оны жеңіл жасауға болады. Тағы не бар? Презентациялар, слайдтар. Слайдты немен жасай аламыз? Оны да жеңіл жасай аламыз. Біз уақытымыздың көп бөлігін алатын нәрсені сондай құралдарға беріп, өзіміз одан да мұғалім ретінде оқушымен жұмыстануға көбірек көңіл бөлсек, мысалы мен мұғалім ретінде алатын болсам, тиімдірек болмай ма мен жұмыс жасауым? И осы бағытта осындай бір логикадан шыққан бізде курс бар, жасанды интеллект курсы бар. Біздің Нариман мырзаның бастамасымен жасалған ол курс алғашқы болады ғой. Қыран Талапбекте мобилография 1, 2, 3 деген сияқты біздегі жасанды интеллект курсының бірінші потогы, бөлімі дайын. Біз енді мына жерде 1 сағат бойы бізді көріп, қарап отырған мұғалімдерге соны сыйлағымыз келіп отыр. Тегін ба? Тегін сыйлағымыз келіп отыр. Бірақ шартын сіздер айтсаңыздар. Ол мұғалім жасанды интеллект курсын бір адамға беріледі. И белгілі бір адам, жаңағы бәсекелестік дедік қой, комментарийға байланысты бір активность көрсетсін. Соған сәйкес біз берейік. Шартты сіздер айтсаңыздар. Не істесін? Мен айтып кетсем ғой, бірінші шартын. Ең басты бұл жасанды интеллектті алатын мұғалім, ол өзі білу керек. КМЖ-ны өзі құра білу керек. Слайдты өзі құра жасай білу керек. Кейбір мұғалімдер болуы мүмкін. Енді қатты айтсам айып кетсе, бірақ та өзі жасай маған жасанды интеллект көмегімен жасай салу депші. Ол дұрыс емес. Өзі жасай білу керек, тек уақытын үнемдеу үшін алатын мұғалім болса,
Мен шартым өз негізі солай. Ал уже қарғын саттады өзіңіз айта бересіз. Мұғалімдік те шартты айтқан. былай болсын, осы шарт болсын, и жанына мынадай нәрсе қосайық енді. Кімге береміз деген нәрседе біз ойланамыз ғой. Көруіміз керек қой кім екенін оның. Сондықтан біз былай жасайық, коммент қосайық. Бағана енді біздің айтылып жатырған әңгімелер бар. Солардың ішінен түйген ең негізгі ойын жазып кетсе. Бір сөйлем бола ма, екі сөйлем бола ма, өзінің қалауымен. Біз соны бір оқиық. Сосын реально кәдімгі тыңдаған, ұнағанды сол кісіге жекеге шығамыз, байланысамыз, сол кісіге сыйлаймыз. Шарт демек, сіздікі енді моральдық тұрғыда ол нәрсені тексере алмайтын шығармыз. Иә, ол жақ енді адам өзі іштей ұятына байланысты бұдан кейді. Нарекеңнің шарты уже нақты. Комментарий жазады, не ой түйді, біз қарайық, біздің команда тексеріп, біз тексереміз, сонымен сол кісіге жасанды интеллект курсы беріледі. Жалпы жасанды интеллектке байланысты бізде бұл жасанды интеллект құны 30 мың теңге тұратын курс, енді осы жол тегін бергіміз келіп жатыр. Және де жасанды интеллектке байланысты жалпы нарық жасанды интеллект қазір жаулап жатыр. И осы тұрғыда барып, болашақта қызметкер екіге бөлінеді. Біз айтып жатырмыз жаңа, қабілетті дейміз, қабілетсіз дейміз, құндылық дейміз, басқа дейміз деген сияқты. Бірақ мына цифровой әлем дамыған сайын, айтишниктердің, IT әлемінің ойынша адам екіге ғана бөлініп қалады. Жасанды интеллект қолданылатын маман, қолданылмайтын маман болып. И сәйкесінше өнімділік тұрғысында қараған кезде жасанды интеллектті қолданатын маманның өнімділігі қолданатын маманның өнімділігі қолданбайтыннан әлдеқайда жоғары болады. Әрине жоғары болады. Мысалы, SMM логикасында қараған кезде бір SMM таңертеңнен кешке дейін отырып 20 сторис салуға қауқарлы болса, жасанды интеллектті қолдана алатын SMM ол күніне 60 сторис салады деген секілді. Тура сол сияқты мұғалімдерге де байланысты. Бір мұғалім, мысалы, жасанды интеллектті қолдана алмайтын мұғалім бір көрнекілікті 10 рет қолданса, ал жаңа жасанды интеллектті қолдана алатын мұғалім бір сабақтың өзіне 10-ақ бөлуі мүмкін да? Түсіндіре ма? Сондықтан да жасанды интеллектті қолданып, осындай бір мүмкіндік беріліп тұрған кезде, давайте үйреніп алсаңыздар өте күшті болады. Ал енді уақыт болды. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Мен осы жердемін, сізге көп рахмет. Сонау жақтан келіп шақырып жатқандарыңызға сыйлап құрметтеп. Осы мынау подкаст үшін жаңағы шудан келіп отыр бұл кісі. Көрдіңіздер. Негізі қызықты әңгімелер болды. Өте көп рахмет сізге, алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет. Подкастымыз тамамдайық. Аяқтайық. Сіздерге уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.